Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы үдемелі индустриалды даму бағдарламасын іске асырудағы ғылымның орны. Осы тақырыпты талқылау үшін бүгін студиямызға көмір химиясы және технологиялар институтының директоры Ермағанбет Болат Төлеуханұлын шақырдық. Қош келдіңіз. Рахмет. Ермағанбет Болат Төлеуханұлы 1947 жылы Қарағанды облысында туған. Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институтын химия және биология мамандығы бойынша бітірген. Химия ғылымдарының докторы, профессор, ірі ғылыми жұмыстар мен өнер табыстардың авторы, көмір химиясы және технологиялар институтының директоры. Жақындарда Алматыда өткен инновациялық форумда елбасы ғылымның қаржыландыру туралы проблемаларын айтып кетті. Енді 10 есе аз қаржыландырады, мысалы, дамыған мемлекеттерге қарағанда. Дегенмен де осы бар қаржының өзін ғылым дұрыс пайдаланбайды. Себебі ғылым өз алдына, өндіріс өз алдында қызмет атқарады дейді. Осындай сын айтылды. Бұл жерде проблема қай жерде туындап тұр? Қандай себептерден болды? Елбасы 24 желтоқсанда Қазақстанның үдемелі индустриалды дамуының бірінші 5 жылдығына қорытынды бергенде, осы инновация туралы және ғылым мен өндірістің арасындағы қатынастың жоқтығын баса айтты. Оны 8 желтоқсанда инновациялық форумда да соны көрсетті. Бұның негізгі басты себебі ол ғылым мен өндірістің арасындағы алшақтық. Неге алшақтық туады? Өйткені өндіріс өз алдына жұмыс істейді. Өндірістен, мысалы, сұраныс түспейді. Егер де өндірістен сұраныс түсетін болса, бір товарды шығаруға, немесе бір өндірісті құруға, онда әрине ғалымдар біздің оған бой беріп, сол өндірісті дамытуға атсалысатынына мен сенемін. Қанша қаржы аз болғанмен ғалымдар, мысалы, қазір өз алдына жұмыс істеп жатқанына мен ол ешқандай шек келтірмейді. Мысалы, мүмкін бұл жұмысты ұйымдастыруда болар. Мысалы, бүгінгіні бөлінген қаржын 80-85% іргелі зерттеулерге, фундаменталды. Ал енді қолданбалы зерттеулерге қаржы аздау бөлінеді. Мысалы, 15%-дай ғана. Мысалы, осы жердегі бір екіара қарым-қатынасын өзгерту керек шығар. Оныңыз өте дұрыс. Өйткені статистика бойынша жаңағы айтқаныңыз өте дұрыс. Мысалы, 80% іргелі ғалымдар болатын болса, ал оның 15% ғана, 15-20% ғана қолданбалы ғылымға жұмсалады. Ал біздің институттардың істеп жатқан жұмыстарында негізі сол іргелі ғалымдарды егер қолданып барып өндіріске енгізетін болса, онда әрине одан алынатын өнім де жақсы болады, оның нәтижесі де жақсы болар еді. Сондықтан бұл ара салмақты қазір ауыстыру керек. 80%-85%-ды ғылымға бөлінетін қаражаттың 85%-ын қолданбалы ғылымға жұмсау керек, ал 15-20%-ын іргелі ғылымға жұмсау керек. Егер де біз қолданбалы ғылымды дамытып, өзіміздің өндіріс орындарымызда өзіміздің инновациямызды енгізетін болсақ, ол кейіннен барып сол іргелі ғылымды өзден-өзіне жетектейді. Оны бәрібір алып шығады. Мүмкін оны бөліп алуымыз керек шығар. Мысалы, мемлекет іргеліні қаржыландыру керек, ал кәсіпорындар, бизнес, үлкен экономика салалар сол қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру керек шығар. Көрдіңіз бе, егер де бір іргелі ғалымдарды институттың қарамағына беретін болсақ, немесе ол институтты сол мемлекет, мысалы, ғылым министрлігі, білім министрлігі қаржыландырып болса, ол сол бетімен қалып қояды. Сондықтан екеуін негізі іргелі ғылым мен қолданбалы ғылымның арасын ешқандай айырған дұрыс болмайды. Бұл жағдайда, мысалы, негізгі өндірістен сұраныс түссе, сол өндірістің сұранысын негізі орындауға ғылым комитеті ақша бөлу керек. Ол егер де ғылымның өзінің сатылары болады. Ол бірінші сатысы, мысалы, зертханада жұмыс, екінші сатысы оның тәжірибелік кішкентай қондырғылар, үшінші сатысы кішігірім заводтар, төртінші сатысы мысалы өндіруші заводтар. Сондықтан осы сатылардан өтіп барып қана ол ғылым өзінің инновациясын, жаңалығын өндіріске енгізеді. Сондықтан бұл мәселені мысалы шешу үшін негізгі жаңағы айтып отырсыз өте дұрыс, ара салмақты 80-85%-ын қолданбалы ғылымға сұраныс берген жобаларға салу керек.
Мысалы біздегі қазіргі жаңа өндіріс орындары, енді инновациялық деп айтамыз, ашылып жатыр. Жақын арада осы 70-тен астам ашылды, бірақ соның жарысынан көбіне сын айтылды елбасының тарапынан. Соның ішінде мысалы тың инновациялар жоқ, сырттан алып келген ескі технологиялар бізге жаңағы әкеліп жатырмыз деген бір ой айтылды. Осы ой қалай таратып айтар едіңіз? Оның бірнеше мәселесі бар. Бұл жағынан қарағанда, мысалы, ғылымға бөлініп атқан ақшалардың мардымсыздығы. Ол бірден. Ол қолданбалы жоба болсын, немесе іргелі жоба болсын. Мардымсыз жоба болғаннан кейін, одан ешқандай нәтиже күтуге болмайды. Ол бірден. Екіншіден, Қазақстанда, мысалы, құрал жабдықтар, ғылымға қажетті құрал жабдықтар өте аз. Құрал жабдықтар болғанда, мысалы, біз қазір ғылым комитеті 2002 жылы 10 лаборатория ұйымдастырды. Оның керемет деген приборлар алды. Бірақ онда істейтін адамдар аз. Сол приборлардан алынған, мысалы, бәлен 10 миллион доллар, 20 миллион долларға, мысалы, сол мемлекеттік жоғарғы оқу орындарында ол аппаратуралар бар, приборлар бар. Ол неге жұмыс істемейді? Өйткені оған тапсырыс жоқ. Өндірістен тапсырыс болса, әрине, оны ғалымдар пайдаланып, мысалы, сол жобаны жасап, өндіріске енгізер еді. Бірақ, мысалы, өндірісте, мысалы, ол кәсіпорыннан ешқандай тапсырыс болмағаннан кейін ғана барып, олар болмағаннан кейін сол приборлар жұмыс істемей тұр. Жақын арада осы туралы дұрыс айтып кеттіңіз. Технологиялар бар, бірақ кейбір кезде технологиялар алып келеміз, бірақ оны қызмет атқаратын адам мамандарымыз дайын емес. Мысалы, жақын арада самұрық қазына трансформация деген үлкен бағдарламалар басталды. Сол ең басты негізгі мәселелердің бірі адам, кадр дайындау, екіншісі процесс, жаңа ғылыми зерттеулер, идеялар жақсы ойлар, үшінші технология. Біз енді технологияны алға шығарып жүрсек дұрыс емес шығар. Технологияны алып келіп дайындаған кадрларымыз дайын болмыз. Дұрыс айтасыз, негізгі трансформацияда басты орында негізі адам тұрады. Бірінші кезек. Адами фактор тұрады. Бірінші кезек кадр тұрады. Мысалы, ғалымдар. Ғалымдар. Ғалым дайындауымыз керек, жағдайын жасау. Егерде оның алдына мақсат қоятын болса, мысалы, мына өндірісте мынау жетпей жатыр. Мынандай технология жоқ, осының технологиясын жаса деп. Соның кейін барақта олар кәдімгі тәжірибелік өзінің лабораториясында тәжірибе жасап барып, соның кейін оны жетілдіргеннен кейін жаңағы айттым ғой мені, сатыларын өндіріске енгізудің қандай сатылары бар. Сол сатылардан өтіп қана барып өндіріске енгізу керек. Өйткені қандай да болмасын технология, ол ғылымды қажет етеді. Ғылымды қажет ету үшін әрине оған кадр дайындау керек. Кадрды дайындау бізде мәселесі, мысалы, оның жүйесі, ғылым кандидатын дайындау, сондай жаңағы айтады доктор PhD, сондай профессор дайындау бізде, мысалы, өзіміздің ұлттық дәрежеде орындалмай қалды деп есептеймін. Себебі өзіміздің біз ұлттық ғылым дайындау біздің жобамыз болу керек. Ғылымды дайындауның бір жаңа жүйесі болу керек. Мысалы, қазіргі ғалымдар, мысалы, көп нәрсе өзінің істеп жүрген саласы болмаса, басқа жағдайда не болып жатқандарын білмейді. Өзгергісі келмейді. Өйткені маған ақша бер дейді. Ал мен не істеуім керек? Оны кәдімгідей күнтізбесін жазады, мысалы, оны министрлікке ұсынады, министрлік қолдайды, осылай болады екен ғой деп. Ал негізгі іргелі ғалымдардың негізгі мақсаты оны жаңа технологияның ғылыми негізін жасап барып қана соны қолданбалыға шығару керек. Іргелісіз қолданбалы болмайды. Дұрыс айтасыз. Бірақ бұл жерде мысалы мен ойымша елбасының ғылыми зерттеу институтына айтылған сынды да ескеру керек. Енді соның ішінде сіздің институтыңыз басқаларға қарағанда жақсы технологиялар енгізіп жатыр деген бізге ақпарат бар. Сол технологиялар мысалы қандай инновация қосып жатыр, сол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Енді негізі бұл көмірді өңдеу мәселесі ертеден жолға қойылған Қазақстанда. 1980 жылы академик Букетов сондай проблеманы қозғап, соған біз онда жас ғалымдарымыз біздерді тартқан. Енді қазір біз соның жемісін көріп отырмыз. Міне 30 жылдан кейін, біз енді оның көмірді өңдеп
Оның газ алып, газды жаңғыш газдар алып, ол жаңғыш газдарды катализатор арқасында өңдеп, сондай одан химиялық заттар алып отырмыз мысалы. Құрметті көрермендер, бұл институттың жаңалығы көмірден газ, газдан бензин шығару. Әрине бұл өте жаңа технология, басқа мемлекеттер дамыған, бірақ технологиясын, жақсы технологиясын бізге кім береді дейсіз? Мысалы, өзіміз өндірмесек. Дұрыс айтасыз, бұл отандық технология болып саналады. Негізі біз шетелден мысалы технология, немесе Қытайда, немесе батыс мемлекеттерінен технология алу үшін өте көп қаражат керек. Ал өзіміздің отандық технология бойынша, мысалы, алынған жаңағы ақшаны үнемдеп, содан барып, оның құрал жабдықтарын жасап, оны кәдімгідей кішігірім завод жасап, одан біз өнім алатын болсақ, сіздер завод салып жатырсыз өзіңіз. Кішігірім завод салып жатырмыз қазір біз. Кейбір кезде біз өз-өзімізді алдаймыз. Бізге инновация деп алып келген нәрселер біреудің ескісі қалып қойғаны. Мақтап бізге сатады, алып келіп қоямыз. Оны бірден оны талдау керек. Талдау керек. Экономика жағы тиімді ма? Біздің шикізатқа келе ма? Келмей ма? Және біздің мысалы нарық қалай? Нарық. Ары қарай алып жүру үшін де бізге ғалымдар көмек керек. Оның технологиясын алу үшін технологтар қажет. Сондықтан менің ойым мүмкін осы жоғары оқу орнында оқитын технологтардың сапасын негізі жақсарту керек шығар. Бізді көптеген бүгін жастар көріп отыр, сіздің институттарыңыз тиімді қызмет атқарып, өз зерттеулеріңізді іске асырып жатырсыз. Енді ол мақтанарлық нәрсе. Мысалы, осы болашақ жастарды ғылыми жұмыстарға тарту үшін не істеу керек? Қандай өзіңіз ой пікіріңізді, ақылыңызды айтар едіңіз? Тиімді бүгін ғылым болашақ бар ма жастарға, және қаншалықты біздің еліміздің дамуына болашақ осындай жас ғалымдардың көп болғаны керек? Сұрағыңыз өте дұрыс. Негізгі ғылымға баулу бұл мектептен басталады. 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптан басталу керек. Ол егер де баланы қызықтырмасаңыз, ол бала оған бармайды. Химияға, химиялық технологияға ол біледі. Өйткені ол жерде оның иісі бар, оның иіс қоңызы бар, оған бармаймын дейді. Ал егер де сіз қызықтыратын болсаңыз, мынау қазіргі жағдайда жанармай жетпей жатыр ма? Осы жанармайды басқа жақтан қалай алуымыз керек? Мысалы, баламалы энергетика дамыту керек. Оны қалай жасау керек? Сен осындай тетігін көш, немесе мына судан сен алып көш, сутегін бөліп алып, содан кейін оны жақ ішкі двигательге. Сен не аласың? Энергия аласың. А оны егер де баланы немесе студентті бірінші курстан бастап, бірінші 9-шы сыныптан бастап оқушыны егер де дайындамасаңыз, сіз ешқандай нәтиже ала алмайсыз олардан. Мен ойымша, бүгінгі әңгімеден біз жасайтын нәтижеміз бірінші кезекте жаңағы біз трансформация деген ойды алға тартып жатырмыз ғой, самұрық қазына бастаған. Бірінші адам, екіншісі ғылым зерттеу жаңа процестер, және үшінші технология дейміз. Сол сіздің институтыңыз жасап жатқан жұмыстары осы үшеуі де бар екен. Жақын арада нәтижесін көреміз деп есептейміз. Айтқан ойыңызға шын алғысымды айтамын. Мен ойымша, біздің көрерменді ойландырдық деп есептеймін. Ол да бір аз емес, себебі бүгінгі дүние жүзінде отқан жағдайды қарайтын болсақ, бірінші кезекте қаржы емес, бірінші кезекте инвестиция емес, бірінші кезекте инновация, ғылыми зерттеулер. Онсыз біз алға жылжи алмаймыз. Сол себептен құрметті көрермендер, әсіресе жастар, ғылыми зерттеуге, жалпы болашақ инновацияға жақын болуымыз керек. Әрқайсымыз өзгеруіміз керек, жаңаруымыз керек. Іске сәт, жұмыстарыңыз алға бассын, нәтижені тезірек көрейік. Рахмет. Рахмет.